Барша қазақстандықтар сақ болсын. Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан ең шұғыл жаңалықтарды біріншілерден болып білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылып өтіңіз. Видеоролигіміз кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видеоролигіміз астына бір дана лайк белгісін басып қойыңыз. Ендеше бастадық. Қазақстанда алаяқтықтың жаңа түрі тарап жатыр. Алаяқтар сим-карталардың жарамдылық мерзімін ұзартуды ұсынып, адамдарды алдап жатыр. Қазақстандықтар мессенджер арқылы алаяқтың жаңа түрі туралы ақпарат таратып жатыр. Бұл туралы Станкезет ақпарат агенттігі хабарлайды. Пайдаланушылардың айтуынша, алаяқтар телефон соғып өздерін ұялы байланыс операторының қызметкеріміз деп таныстырады. Олар алаяқтың құрбандарына абоненттің SMS картасының мерзімі өтіп жатқанын айтып, оны жаңарту үшін көрсетілген сілтеме бойынша өтуді сұрайды. Осылайша алаяқтар банк қосымшаларына, ресми аккаунттарға және басқа да жеке деректерге қол жеткізеді. Сим-карталардың жарамдылық мерзімі болмайды, ал банк немесе дисконттық карталар секілді басқа карталардың жарамдылық мерзімі әрқашан сол картаның өзінде жазылып тұрады. Ешбір жағдайда, тіпті қоңырау соққан адам өзін банктың немесе оператор компанияның қызметкерімін деп таныстырса да, күмәнді сілтемелерді басуға немесе SMS кодтарды, құпия сөздері, логиндері немесе басқа да деректерді телефон арқылы айтпау керек деп ескертті StopFake сайты. Алаяқтардың ойыннан басқалар да тезірек хабардар болу үшін видеоролигімізді жақындарыңызға таратуды және лайк басуды ұмытпаңыз, қымбат көрермен. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен тең екенін ұмытпайық. Сау сәлемет болыңыздар.